Саламатсыздар ма үйренушілер? Кезекті сабағымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ол switch оператор. Әрине бұл оператор не үшін қолданылады? Бұл оператор негізінде біздің алдында өткен if-тегі толық форма бар ғой. If, else if дегенде. Сол толық форманың жұмысын кейбір жағдайда ыңғайсыздықтарын толықтыру үшін қолданылады. Ол қандай ыңғайсыздықтар? Мысалы, ең алдымен сол ыңғайсыздықтарды түсіну үшін бұның оператормен танысып алайық. Бұл оператор, бұл жерде мысалы өрнек болады. Мына жерде бұл тұрақты. Тұрақтыға сәйкес ол жұмыс істейді. Мынаның арасында жұмыс болады. Ал соны ретімен шығарып отырады. Мысалға, мынерде суретінен көре салайық. Өрнек болады. Өрнекке сәйкес мысалға. Егер мысалы бір сәйкесті мынердегі тұрақтыға сәйкес болса, бір тұрақтыға сәйкес болса, онда мынердегі жұмыс орындалады. Ал екінші тұрақтыға сәйкес болса, мына жақтағы жұмыс сәйкесінше солай ең күйінше кете береді. Ал барлығы тұрақтыға ешқайсысы сәйкес келмесе, онда мынау дефаут орындалады. Мынерде ол бастапқы күй деп аталады. Енді бұны нақты көз жеткізу үшін нақты мынерден жұмыс жасатып көрейік. Мына жерде не берілген? Нақты бұл жерде өлшем формасы. Егер бір болса, біздің мына тұрақтымыз, онда ол мына сөзді мына текст шығарады. Ал 2 болса, мына текстті шығарады. Ал 3 болса, 3 болғанда дегенде. Мына 1 мен 2 де болмаса, онда мына текст шығарады. Мынерде жұмыстар жазылған. Енді мынаны кодтан нақты көрейік. Мынау бізге керек емес, бұл түсіндіру үшін қолданылған. Енді бізге нақты код осы. Осыны көшіріп ала салайық. Енді қараңыздар. Бізде нелер дұрыс емес. Соларды мен түзетіп отырайын. Барлығын түзетіп шығайын. Не түзеу керек? Бұл да дұрыс емес екен. Түзелді. Бірақ және не үшін қате деп тұр. Тексеріп көрейік, тестілеп көрейік. Шығып тұр. Бұл қате көрсетпеу керек. Кішкене. Бұл жерде жұмыс бәрі ойдағыдай, мысалы 0 болған жағдайда, мына екеуінен де басқа. Яғни мынердегі, мысалы 1 десек, онда мынау орындалады. Қалғаны орындалмайды. Мысалы, мынау шығады. Көрейік. Тұрақты 1 болған кезде, мына жұмыс орындалады. Мына жерде жұмыс 1 болмауы да мүмкін, бірнеше болуы мүмкін. Бұл кезде мына 3 жұмыстың, мынадегі жұмыстардың барлығы орындалады. Аумақтағыдай. Ал орындалып болғаннан кейін, мына break деген сөздің мағынасы ол шығарып жібереді деген сөз. Мына жаққа шығарып жіберіп, мына жақтан шығады да жұмыс аяқтайды. Ал breakті біз алмаған жағдайда, онда барлығы орындалып кетеді. Үшеуі де барлығы орындалып кетеді. Өйткені мынау орындалып болғаннан кейін шығып кету керек қой, астына түспей. Ал біз оны ондай мүмкіндік жасамадық, сондықтан барлығы орындалып кетті. Сондықтан біз әр ретте орындалып болғаннан кейін шығарып жіберу керекпіз. Мысалға, мен бұл әдеттегі жақсы бір мысал ретінде біз нақты проект ретінде калькуляторды жасап шығайық. Онда біз тек қана қосу, көбейту, бөлу амалдарын істейтіндей біреу жасап шығайық.
ең алдымен бізде не болады, символ болады. Осы жерден өзгерте берейік. Екі санға бағытталған болсын, ең алдымен бізде символ болады. Оны символ деп жаза салайын. Осы символды тек қана сипаттай салайын. Енді бізге екі сан болады. Екі тек қана бүтін сандарға арналса, немесе нақты сандарға арналса да болады. Нақты сан мен ала берейін. А дей салайын. Оны сипаттап қояйын. Енді нақты сан бұл болсын. Біз екі санға арналған нені конструктор жасаймыз дедік қой. Оны Б дейін. Екі санды анықтап қойдым. Енді екі санды анықтап қойдым. Енді егер біз амалды кіргіземіз. Ең алдымен аны кіргізейік. Ең алдымен аны кіргізу үшін printf'ен алдымен аны кіргізетін текстті жазып алайық. А осы нүкте дей салайын. Сосын енді оның астына scanф'пен аны кіргіземіз. Кіргізді білесіздер. Бұл нақты сан ғой. elif қолданылады. Бұл жерде адресті береміз. Айнымалының адресі. Сосын екінші текст шығарамыз. Бұл текстіміз ол бұны кіргізіңіз деген текст. Бұны scan арқылы кіргізейік. Бұл да нақты сан. Сондықтан сөзін дұрыс жазған жоқпыз. Бұл Б. Екеуін кіргіздік. Енді мынаны талдау жасайды. Соңғысында өрнекті кіргіземіз ғой. Өрнекті кіргізейік. Өрнекті кіргізіңіз. Барлығынан түсінікті болу үшін өрнек деп қазақша жаза берейін. Сканты қолданайын. Сосын өрнек, оның кілттік сөзін білесіздер. С болу керек. Оның адресі жаңағы. Мынаның адресін берейік. Мынау біріншісі бұл не істейді? Ол бөліп қойайын. Алдын ажыратып. Түсінікті болады сол кезде. Бұл аны енгізеді. Енгізу дей салайын. Ал мынау ол бұны енгізу. Ал мына жерде осы екеуіне қолданылатын. Амал қолданатын. Амал. Қандай амал қолданады? Ал егер не істеу болса, мысалы, егер қосу болса, онда не шығару керек? Онда сол екі амалды қосу керек. Яғни, мерге мен жазайын. Екі амалды қосу керек. А қосу Б тең деп, одан кейін шыққан нәтижесі оның кілттік сөз ретінде жазылады. Ол А қосылған Б. Мен оны көшіре жасайын. Егер ал болған жағдайда ал Б болсын, ол А минус Б болады. Жерде ол амал минус болса. Ал егер Нерде басқа да амалдар бар, сондықтан мына жерде көшіріп алып отырайын. Бізге 4 амал ғой. Енді көбейту амал болса мысалы. Онда ол А мен Б-ның көбейтіндісі. Кешіріңіздер, мына жерде нақты сан бүтін сан бөлігін қалын алып кетеді, сондықтан нақты сан ғой. Elif дей берейін.
f-1. Енді бұл а мен б-ның көбейтіндісі. Ал егер бөлу болған жағдайда ол а мен б-ның бөлінісі болады. Яғни бұл а мен б-ның бөлінісі. Ал басқа жағдайда ол қателік болу керек. Error болады. Көрейік. Жазып болдық. Енді сынап көрейік. Енді а мен бірінші а санын енгізейік. Мысалға а-ны 6 дейін, бұны 2 дейін. Өрнек error дейді. Өрнекті біз кіргізген жоқпыз ау, мына жерде кішкене қателік болып тұр. Бәрі дұрыс. Не үшін? Біз бұны өрнекті мына жаққа оқып қойсайық. Өрнек мынандай. Бітпесе, осылай боларсын. Өрнек басында болсын. Өрнек плюс болсын. Ең алдымен қосайық. Одан кейін 4 болсын, 2. 6 болады. 2 санды қосып берді, яғни 4 пен 2-ні қосып берді. Мына жерде тексеріп шығайын. Барлығы дұрыс, барлығы дұрыс. Енді қайтадан есептеп көрейік. Мысалы, өрнек бөлі болсын. Бірінші сан 10, екінші сан 2 болсын, 5 шығады. Енді бұл нақты санға да орындалуымен көрейік. Өзі. Мысалға 4,33 болсын. Біз қателік жаздық, уже қуып кетеді. Өйткені өрнекті error деп айтады. Өйткені біз өрнек жазатын жерге санын жазып тастадық. Көбейтіп амалын қолданайық. Енді нақты сандар жазайық. 4,2 5,2 деп. Сосын жарайық. 6 орындалдықпен алып берді. Мен бұның көбейтіндісін. Бізге түсінікті. Егер сіз мына жердегі өрнекті таңдауға жасайтындай да мүмкіндік жасасаңыз болады. Яғни сәйкес таңдауды жасайды. Яғни 1 десеңіз, онда қосу орындалатындай етіп, оны өздеріңіз үй жұмысы ретінде орындаңыздар. Кезекті сабағымыз осымен аяқтасын. Слайд бітті. Кезекті сабағымыз осымен аяқтасын. Кездескенше сау саламат болыңыздар.